Кеш жарық қайтадан кіріп жатқан жандар тағы да. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Или жаңадан кіріп жатсыздар ма? Айтыңыздар. Кім жаңадан кіріп жатыр, или болмаса мадан бері отырсыздар? Мен білмеймін неге екенін, тиктокқа вообще кіре алмаймын. Ол жақтың энергетикасы мүлдем бөлек та. Әйтпесе ол жақта көп адам кіреді. Мысалға 100-200 адамда. Бірақ андай әр аудиторияның өзінің бір сана деңгейі бар сияқты ма, бір сондай бір нәрсе бар. Жаңа кірдім, қандай тақырып дейді. Біз ретрит бойынша айтып жатырмыз. Ретрит бойынша. Жаңа кірдім дейді. Алматылықтар бар ма? Жаңа кірсеңіздер. Алматылық, Астаналық, Ақтау, Атырау қалалары болсаңыздар, жазып кетіңіздер. Мен Алматы, мен Астана, мен Ақтау, мен Атырау деп. Себебі осы қалаларда ретрит өткіземіз. Ақтөбе қаласынан бастадық. Мен сіздерге бөлісіп жатырмын ғой. Менің жалпы бөліспеген өте көп, нәтижелер өте көп. Просто сіздерге так салып қойғым келмейді. О нәрсенің құндылығын ашқым келеді. Адам бірінші қандай запроспен келді жалпы менде. Сол себепті соны ашып жазғым келеді. Адамдарға түсінікті да. Сол себепті адамдар уже біліп жатыр. Мәссаған осылай тазартуға болады екен ғой. Кейбіреулер болады енді. Ертегін айтпаш, анан айтпаш, мынан айтпаш. Шыны керек, мен осы салаға келгелі. Мен де ертегінің ішіне кіріп кеткендей болдым. Ертеге дейін десем, оны көрген дүниеларымды мынау тазаруға келген адамдар кәдімгі подтвердить етеді. Шынымен сондай адамдар болған. Дұрыс айтып жатырсыз. Уже бұдан кейін менде уже ертегінің де шын екенін, шын болатынын, айтылған аңыз әңгімелердің шын болатынын түсіндім да. Білесіздер ме, осы кезге дейін бір энергетика бойынша, мен кванттық терапия бойынша оқу өткізген болатын. Сол оқуда, енді адамның ойына келмейді ғой, қараңызшы. Сол оқуда бір ай бойы біз жұмыс жасадық, 2 шәкіртті оқыттым. Сосын бір шәкіртім менің жақында үй алған екен, орыстардан сатып алған. Сол үйге практика ретінде үйді тазартатын болдық. Тазартқан кезде ол үйде бұрынғы андай бомждар сияқты бұрынғы арақ ішіп келіп кететін сондай орыстар тұрған екен да үйде. Балконына келіп қараймыз ғой, балконына келіп қарасақ, бір андай сүйген, кәдімгі әйел адам деп ермен сүйеді ғой, помадымен, сонда сүйіп кеткен да. Сол энергетикалық тұрғыда көрініп жатыр. Сол жерде еще бүйтіп андай қарғыс сөз айтып кеткен. В общем, сүйіп жаңағыдай бүткіл сөздерін шығарып, сол как будто помада арқылы сол жерде қалу керек, сондай нәрсе жасаған ғой. Қараңызшы, представить етіңізші, біз көріп жатқан кезде, мынау кванттық кеңістіктен көріп жатырмын, ана көрініс болып жатыр. Вообще адамның ойына келмейтін мәссаған деп таңғалып жатыр. Енді не только мен ғана емес, мен шәкірттеріммен бірге көріп отырмын да ол нәрсені. Ладно, бір өзің көріп отырсаң айтасың ғой, мына қиял. Қой құрсын деп. Мысалы, сенбейтін адамдар сенбейді. Ал сен 2-3 адам болып көрген кезде амал жоқ, сенесің да оған. Сонда оказывается, мынау қарғыстың, дуаның түрі өте көп екен, өте көп. Сосын мен ойлайтынмын, жалпы қарғыс, дуа деген дүниелермен основном әйел адамдар айналысады деп. Жоқ, ер адамдар да бар екен. Мен соны көрген кезде, естіген кезде менің тәжірибелерімде болды. Таңғалмайтын болдым, қазір таңғалмаймын. Бірақ неше түрлі историялар болады. Сол жаңа үйді тазартқан кезде маған айтады, жаңағы сол үйдің хозяйкасы менен оқып жатқан қыз айтады. Айдан ханым, білесіз бе, сол балкондағы терезе сол жер дейді. Мен келген күні дейді, мен сатып алған күні сынып қалды, өзіме өзі шытынап дейді. Сонда көрдіңіз бе? Оның алдына дейін, мысалы, мына хозяйка сатып алып тұр ғой, новый хозяйка. Бұған емес, оның алдындағы адамға жасалған дуа болған ғой. Ол басқа адамға әсерін тигізбейді. Сен ол үйді сатып ала бер, ол үйді бір нәрсе болсын да, именно сол адамға арналған болса, онда бітті, сол жерден бітеді.
көрдіңіздер ма, қандай құдіретті дүниелер бар негізінде. Вот осы нәрселермен жұмыс жасаған кезде өте мықты кәдімгідей нәтижелер береді. Енді қалай сенбейсің мысалға деймін да. Вот осындай мысалға ертең атадек тазалауда да ретриттің өзінде да әрбір адамға жеке тазалану жұмыстары жүреді. Именно тектен қандай нәрсе беріліп тұр, қандай застой болып тұр, қандай ескертпелер беріліп тұр, соның барлығымен жұмыс жасалатын болады. Ер адам көп жасайды деп естідім, сонда айтты дейді. Иә, сол мен де осы терапиямен айналысқалы таңғалып жатырмын да. Бірақ көп адам келе бермейді ғой. Бір ер адам келді да маған. Бедейді, біз әйелімізбен отасқанымызға 10 жылдан асты дейді. 3 баламыз бар дейді. Менің әйелім өзімен өзі бір жаңағы жас баланың соңына еріп кетті дейді. Вообще есім білмейді. Ана жас бала менің әйелімді дуалап алған дейді. Мәссаған. Сонда ер адам жүгініп отыр. Әйелін отбасына қайтару үшін, балаларына қайтару үшін. Көрдіңіз бе? Осы историяны тоже жазуым керек еді. Бірақ мен айттым, мен ешті нәрсе жасай алмаймын. Қараңыздар, маған күніне мынандай адамдар жазады. Менің інім ішіп жүр, ағам игроман болып кетті, болмаса менің балам үйленбей жүр, анауым туғаным жұмысқа тұрмай жүр, көршім бірдеңе болады, подружкам сірдеңе. Біз оларға еш нәрсе жасай алмаймыз. Олардың ниеті болу керек, тазаруға деген ниеті болу керек, өзі құлшыныс жасау керек. Сіз ескертіңіз, бір сондай бар, тазаланып көресің бе? Егер ол келісетін болса, шынайы ниеті болатын болса ғана мен оған көмектесе аламын. Ал просто так ол адамдарға сыртынан, иә, сенің туысың екен, сенің туғаның екен деп мен жасамаймын. Ондай нәрсені менің қолымнан еш нәрсе келмейді. Бұл жерде білесіздер ме, екі жақты жұмыс жүреді. Яғни келетін адамның, клиенттің ниеті керек болады. Жасайтын адамның ниеті, мынау екі жақтың ниет дұрыс болған кезде барып дұрыс жұмыс жүретін болады. Міне осылай тазарту процестері болады. Сондықтан жаңағы маған көп сұрақтардың көбісі келетін. Анауым бар, інім мынандай болып жүр, ағам мынандай болып жүр, мынаны бүйтуге болмаймын. Мен айтам, өздері хабарласын. Айтыңыз сіз. Егер келгісі келсе өздері хабарласын. Сөйтіп мен ана кісіге айттым, әйеліңізге айтыңыз. Ол сөйлеспейді, вообще ол есін білмейді, анау-мынау. Ол значит өзінің сабағына өтіп жатыр. Қандай да бір сабағына өту керек. Бір күні бір түсінік келеді, бір күні бір осознанность келеді. Дуа қарғыс деген өмір бақиға өле-өлгенше ол әсерін тигізбейді. Қандай да бір соның ішінде алып шығара алатын Құдай оған күш береді, жолды көрсетеді, мүмкіндікті береді. Сол жерде іліп алып кетсе, алып кетті, алып кетпесе, значит өзінің өміріне өзіне удобно болып тұр. Яғни адамға таңдау деген всегда беріледі деген сол. Менің басымнан сан қилы бір түрлі адам сенгісіз оқиғалар өтті. Адам баласын айта алмаймын дейді Әйгерім ханым. Демек, значит, сіз сол нәрсені көтере алатын болғансыз. Сізге сол нәрсе берілген. Ол сізді шыңдау үшін, өсіру үшін. Сіздің өміріңізде ондай нәрселер болмаса, тегіңізді тазартуға, нәтижелер көруге, мүмкін ата тектен бұндай қуат алмас едіңіз. Жаңа айтып отқан нәтижелеріңіз айтып отырсыз ғой. Ондай алмас едіңіз, болмас еді. Сондықтан сізді сондай ізденісте болу үшін, шыңдау үшін, өсіру үшін өміріңіз
Естілді ма? Естілді ма дауысым? Естілмей тұр ма әлі? Все, естілді. Все. Так, қай жерге келіп? Не айтып жатыр едім мен? Ұмытып қалдым ғой. Естілді дейді. Жақсы. Тәлімгер кім түсімде айтып еді дейді. Тәлімгер деген ол сіздің қасыңызда қорғаушы періштелеріңіз, сізге жол бағыттаушы, көрсетуші, нұсқаушы, сізге күнделікті мүмкіндіктерді көрсетеді. Ол тіпті кейде санаңыздағы ойларыңызға сағаттар арқылы, бірдей сандар көрсету арқылы жауап береді. Не жасау керек болса сондай адамдарды кездестіреді өміріңізге, но бірақ таңдау всегда өзіңізде. Не істеп тұра бере ма, зарядка? Жоқ, онда тоже өсіп қала ма ол? Жоқ, онда біз все, я. Вообще сынсым. Бірдей сандар жиі көрем дейді. Әсел ханым, сіз айтпақшы, Алматыдан бесіз ба, я? Неге, тек тазалауға келмедіңіз ба, ертеңгі болатын? Я күнде көрсеңіз, значит, бір не ойлап жүредіңіз? Бір нәрсені жасау керек болып тұр сізге, белгі беріп жатыр, давай, жаса, депші. Үндемей жүр, өздері тәлімгер алып жүреді, дейді. Келесіз ба, Әсел ханым? Так, я, дұрыс айтады. Үндемей жүр, өздері тәлімгер алып жүреді, дейді. Енді қараңыз, үндемеңіз, просто сіз маған жол көрсетіңдер, сұрайсыз. Сізге просто айналаңыздағы адамдар арқылы, ол телефоннан, ол бір жазулар арқылы, бір қандай адамдар арқылы, белгі береді, көрсетеді сізге. Бірдей сандар күнде көремін менде. Бірдей санның көруі, көп қайта көре беру, ол сіздің айналаңызда жаңағы сізбен тілдесе алмайды, сіз дауыс ести алмайсыз, олардан бір қандай да бір бағыт-бағдар ала алмайсыз. Осындай белгілер арқылы сіздің қандай да бір жасап жатқан ісіңізді подтвердить етеді, болмаса оянсын, қара, мән бер, көзіңді аш. Адам бірдей санды көре берген кезде барып ойланады, мен не үшін бірдей сандарды көріп жатырмын? Уже адам ішіне үңіле бастайды. Вот сіздің ішіңізге үңілту үшін сол бірдей сандарды көрсетеді. Сіздер сұрақ қойыңыздар, не үшін мен бірдей сан, не ойлап жүредім? Бірдей санды қайта көрудің алдында не ойлап жүрсіз? Қандай шаруаңыз шешілмей жатыр? Болмаса бір сол ішіңіздегі сұрақтарға сіз мүмкіндіктер кездесіз, сіз оны көрмей жатсыз. Көрмей жатсың, оян, көрсетіп жатыр қой деп сіздерге бірдей санмен түрткі болуы мүмкін. Сондықтан көп адам негізі әлі ұйқыда жүр. Мынау санасы ұйқыда жүр ғой, телосы бар. Бәрі беріп жатыр, Құдай бүйтіп мүмкіндіктерін әкеліп жатыр алдына, бірақ сонда да көрмейді. Сонда да бір әйтеуір бір ғажайыпқа сенеді. Сонда да бір алда одан да күшті бір нәрсе болып кететін сияқты. Жоқ, ондай нәрсе болмайды алда. Дәл бүгін болмады ма, ол нәрсе алда да болмайды. Сіз бүгінгі мүмкіндіктен сол нәрсені тауып алып, сіз шақпен жасайтын болсаңыз ғана, ол ашыла береді. Сіз ешқандай да бір шыңның басына шығып, ондай нәрсе, міне болды, все, болдым, толдым дейтін нәрсе жоқ. Сіз қадамдар жасау арқылы алдыға қарай жылжи бересіз, болды. Шегі жоқ ол жылжудың, білесіздер ма? Түскі уақытта бір жер шақырып қойып еді, дейді. Қалай сұрақ қоям, сонда тәлімгер деп айтам ба, дейді. Ішіңізден айтасыз, маған белгі беріңіздер, жаратушы ем, ата-бабаларым, қорғаушы күштерім, тәлімгер періштелерім, мен осындай сұраққа маған жауап көрсетіңдерші деп іште сұраңызшы. Тіпті түсіңізде сұраңыз, бәрін сізге жол көрсетеді. Просто сіз кейбір адамдар айтады, жоқ, мен көрген жоқпын, көрсеткен жоқ маған дейді. Жоқ, көрсетті ол адамға. Просто ол адам байқаған жоқ. Мен Алматыда бұйырса 24-те кетеміз, біз жолға Астанаға қарай шығамыз.
Қайырлы кеш, 555 888 777 999 көп көремін дейді. Енді қараңыз, бұл сандар неге байланысты? Яғни сіздің тегіңізден беріліп тұрған қандай да бір талант бар әулетіңізден. Бірақ ол таланттың ашылуына текпен жұмыс жасау керек дейді. Тегіңізде қандай да бір блоктар болған, қарғыс дуалар болған, мүмкін сол әулеттегі бір өнердің ашылмауына, ол бір жыршылық, мүмкін өлең шығаратын, мүмкін суып салмалық, мүмкін ақындық, білмеймін, әйтеуір бір сондай бір өнерлер бар. Сол нәрселерді ашу керек. Ол үшін айтады, Құдай айтады, Құдаймен байланыс дейді, ата тегіңмен байланыс, тазарын, жұмыс жүр дейді. Сол арқылы сіз өсесіз деп көрсетіп тұр. Я түнде бетімнің бәрін ине секілді шығып кетті дейді. Мәссаған. Ол не шығып кетті, Бақытгүл ханым? Сіз Астанада жазылдыңыз да, Бақытгүл ханым? Онда ертең кешке хабарласам бола ма дейді. Ертең кешке дегенде біз 6-ға дейін осында боламыз ғой. Ертең мен уже ретреттен кейін бытшыш болып атам ғой, шаршап. Мен жұмыс орнында ауыстырғым келеді. Ауыстырыңыз. Кім кедергі? Кім байлап ұстап отыр сізді жұмыс орныңызда? Ешкім ұстамайды сізді. Всегда таңдау өзіңізде. Ешкім кедергі келтірмейді. Ол сылтау, анау, ой, мынау, мынандай дегенше, сіздің миыңыз ғана ұстап отырады болды. Салмат Байданақ, таңғы 04:04 оянам, сосын 11:11 көп көрем дейді. Жүрегіңізді тыңдамай жатсыз, Мира ханым. Жүректі тыңда деп жатыр, жүректі аш деп жатыр. Білмеймін, жүрекпен көбірек жұмыс жасау керек. Обидалар көп, ренжіштер көп. Просто сіз оны қабылдамайсыз. Жоқ, мен ренжіп жүрген жоқпын, нормально, қалыпта, ұмыттым деген нәрселеріңіз бар. Отрицать етіп жүрген. Сол нәрселерді ашу керек, қабылдау керек, сонымен жұмыс жасау керек дейді сізге. Түнде оятатыны сол. Жүректен шамалы қысулар болуы мүмкін. Кім қай қаладан қарап отырсыздар? Вот солай. Жалпы рухани әлемдің шегі жоқ, рухани ізденіс деген білесіздер ме? Жалпы рухани ізденіске келген адамдар не іздеп келеді? Өзін іздейді. Өзін іздеу үшін сан қилы жолдан өтеді. Біз өзіміз ішімізде бармыз, тәнімізде бармыз, бірақ біз санамыз ояу болмауы мүмкін да. Сол себепті осознанность деген сол нәрсе бізге мына құлдық санадан шығып, жаңағы үлкен мынау саналық деңгейге жету керек. Мен Ақтөбе дейді. Сандар көрмеймін мүлдем дейді. Енді көресіз сандарды. Қызылорда дейді. Ақтау. Тыныш көп ұйықтайтын болыппын дейді. Сәуле ханым, оның алдында ұйықтамайтын бедіңіз? Ұйықтап тыныш болуыңызға не түрткі болды, не себеп болды? Семей дейді. Шығыстан көп сұрап жатыр. Неге келмейсіздер шығысқа? Өскемен көп сұрап жатыр. Неге келмейсіздер Өскеменге? Білмеймін, ол Августке таман сияқты, пока әзір Өскемен, шығыс жақта көп айтып тұрған жоқ. Осы қалаларға Құдай қаласа бізге бару керек. Білесіздер ме, жалпы мен именно тегім не көрсетеді, ішкі түйсігім не айтады, я? Сонымен кәдімгі жүре берем. Мен ой, бала шағам бар ғой, кеше ғана келдім ғой, ақшам қалай болады, ана мынау деген вообще менде мүлдем. Мен қалтамда көк тиын болмаса да, мен солай айтылды ма, бітті. Жақсы, барлығы мен уже реттеп беретінде, Құдайдың реттеп беретінде, ата-бабаларымның барлық жарық күштерінің реттеп беретінде мен сеніп алғамын. Мен мысалға осы жаққа келгенше де, мысалға Ақтөбе қаласын өтіп, мен бірде-бір алдымда ретретке ол адам келе ма, Алматыға барсам келе ма, Түркістанға барсам келе ма, вообще мүлдем ойым жоқ. Мен просто так жолға шығып кеттім. Келу керек адамдарды өздері Құдай алып келіп жатыр. Маған айтты, сен Айдана ақпаратыңды бер, қалғанын біз ұйымдастырамыз, саналарын ашумен біз жұмыс жасаймыз. Адам өздерінің таңдауымен келеді дейді. Әркім өз таңдау ретінде келеді. Бірақ жаңағыдай көп кедергі болады. Осы жаңағы неден
Павлодардан Ақтөбе қаласына ретрит өткізген кезде Павлодар қаласынан сонау негізі жеке терапияға келді и бір жағынан ретритке қатысып кетті да, потому что ата тегі солай ұйымдастырып тұр. Мұғалім апай, кеше мен отзыв салып жатырмын осы стористе. Ол кісі айтады да, мен осы жаққа барам деген кезде, баруым керекпін деген кезде күшті болып тұрдым дейді да, бір кезде шамалдан кейін уже санамдан андай нәрселер кетіп жатыр дейді. Ой, ақшаңды құртып не істейсің, одан жинамайсың ба? О, барып келсең ақшаңның бәрі кетіп қалатын шығар. Ана шаруаң не болады, аналар той жасап жатыр. Бала шағаң не дейді, жұрт не дейді деген ойлар уже миымды алып жатыр дейді да. Сосын айттым, жоқ, стоп, тоқта, мен бару керекпін. Міне осылай осознанность келіп шешім қабылдаған. Сол кезде айтады, мен сөйтіп шешімді қабылдадым дейді. Білесіз бе, Айдан ханым, бәрін реттестіріп берді дейді. Уақытты да, ақшаны да, бәрін жеңіл. Билет жоқ екен дейді, билет табыла қойды дейді. Келіп едім, квартира жоқ екен, квартира табыла қойды. Еще ретритнің сіздің үстіңізден түстім, ретриттің үстінен. Еще тек өзі жеке тазалануға келді. Міне осылай мәссаған негізі қадам жасай салу керек екен ғой, ары қарай жол ашыла береді екен ғой дейді. Осы нәрсені сіздер түсініп алсаңыздар, вообще тоқтамайсыздар ғой. Мысалға, мені тоқтатпайтын нәрсе сол. Мен Құдайға сенем, барлық жарық күштеріне сенем, мені жетелейтініне. Мен жылап отырмаймын, менің ақшам не болады, отбасым не болады, семьям не болады, үйім не болады, үйімді кім қарайды, ана мынау. Жоқ, маған қалай нәрсе бағдар көрсетеді, и сол нәрсемен мен қадамдар жасаймын. Бұл нәрсе мені ешқашан адастырған емес. Мен 5 жылдай уақыт болып қалды ғой, осы нәрсемен жүргеніме мен уже сеніп алғанмын. Сол кезде жеңілді. Ал просто біз миымызбен көп жағдайда біз қиындатып аламыз, миымызбен арпалысып отырып. Сенің санаңа күшті нәрселер келіп жатады да, бір жағынан ана шайтандар ғой, бойымыздағы негативті біздің энергиямызбен қоректенетін, біздің дамуымызға, өсуімізге жұмсайтын энергиямен, қуатты энергиямен қоректенетін біздің екінші қара жағымызда бар. Шын шайтандарымыз да бар. Адам уже өмірге келген кезде періштесі да шайтанында отырады ғой. Міне вот сен шайтаның соны азғырады да. Не істейсің? Ол не керек? Анау жұрт не дейді? Олай болмай қалса ше. Осындай нәрселердің барлығын салады да, сіздің анау шаптанып отқан, бүйтем сөйтем деп отқан бүткіл энергияңызбен қоректеніп алады ғой мына. Бітті, сізде уже жоқ, алдыға шаг жоқ. Сіз сол бұрынғы орында бүйтіп отыра бересіз. Яғни адамдарда хочу бар, бәрі қалайды, бәрі мен қатса, мен жасағым келеді, мен өзгергім келеді, өзім бүйткім келеді. Бірақ қадамды жасайтындар аз оның ішінде. Вот сіз сол мынау сіздің миыңызды улап тұрған, санаңызды улап тұрған шайтандардың азғыруынан шығып, стоп, мен саналы адаммын, мен қадам жасау керекпін деп сіз осознанный түрде просто так шаг жасаңыз, ары қарай барлық жолға сіздің жолыңызды ашып береді ғой. Нокстен сәлем дейді. Сәлем. Семейліктер бар екен менде біраз. Өте дұрыс айтасыз дейді Әсел ханым. Әсел ханым, 23 күні хабарласыңыз, если что. Бақытты көрсетіп тұрғанын қалай түсінуге болады дейді Мирхан. Бағытты көрсетіп тұрғанын сіз просто так ойлаңыз ішіңізден. Жалпы не істегіңіз келеді, қандай сұрағыңыз бар? Соған барлық жерден менің сұрағыма жауап емес пе деген сияқты сондай оймен жүріңіз. Кез келген адамның сөзін, қасыңызда просто подругаларыңыз сөйлеп айтып қалған, той не істеп жүрсің, неге сен бітпейсің, сенің қолынан келеді ғой осы нәрсе деген сөзге де мән беріңіздер. Сіздер ойламаңыздар, неге осы менің ісіме араласады деп. Жоқ, ол арқылы сізге жаңағы сондай бір нәрсе ашылып жатыр, сізге сол арқылы сөйлеп жатыр. Кейде сол нәрсеге де мән беру керекпіз. Просто телефоннан бір жазбалар көріп қалдыңыз. Болмаса осында біреудің эфиріне кірдіңіз, бір нәрсені түсініп қалдыңыз да. Осы белгі емес пе екен, әр жерден белгі іздеп көріңіздер. Міндетті түрде сізге сол бағыт ретінде сіз оны түсіне бастайсыз. Мәссаған адам өзінің бір нақты бір жауабын таппаңыз. Менің іздеп жүргенім осы ғой дейді, мурашки, ана тело андай не болады, белгі береді ғой.
кәдімгі мурашки болып кетеді ғой. Мәссаған, мынау екен ғой менің, деп ше, сондай бір түсінік келеді. Все болды деген. Бірақ ол түсінігіңізді сіз сразу қадам-қадам жасап тастамасаңыз, жаңағы шайтандар улап кетеді миыңызды. Сол моментте болды, сол нәрсеге құлыпта жауып қоясыз, ешкімді кіргізбейсіз, соны міндетті түрде жасауға кірісіп кету керексіз. Өйткені ол тұра беретін болса, тұрған су сасиды дейді ғой, тұра беретін болса, оны санаңыздан улап алып, энергияңыздың барлығын соған кетірейін деп тұрған, жұмсайын деп тұрған, өсуіңізге, бағыт бағдарыңызға деген алып кете беретін жақтан. Жеке қабылдау қанша? Жеке қабылдау онлайн, офлайн болады. Бағасы 50 000 теңге. 1 сағат 1 сеанс. Қызым 2 күннен соң ұбт тапсырады. Не ақыл айтасыз, көмек болсын сізден дейді. Не ақыл айтам? Бірінші сіздің қолдауыңыз керек қызыңызға міндетті түрде. Сен қандай нәрсе тапсырсаң да, біз сені қолдаймыз деген мықты қолдау керек, поддержка керек. Ол айтпаса да, қайта-қайта қолдау көрсету, сырласу, көбірек жақын болу, осы нәрсені жасаңыз. Сол нәрсені міндетті түрде жасаңыз, және өзіңіз дұға тілекте болыңыз, себебі ананың дұға тілегі міндетті түрде балаға көмектеседі. Фототерапия, сіз Сәуле ханыммен де оқыған жоқсыз ба? Прана жасап жіберіңіз, оқысаңыз. 770 санды көп көрем неге дейді. Текпен байланыс жасау керек, ата текпен. Құдайға жақындау керек, руханилыққа қарай көбірек келу керек дейді. Материальныйда жүрсіз. Сіздің тікелей эфирге бірінші рет қатысып отырмын, алғыс дейді. Рахмет сізге де көп. Ақтау қаласына қай күні келесіз? Ретрит программасы қандай болады? Так, ретрит программасы мына жерде Алматы қаласынан, Ақтау қаласынан және Астана қаласынан, Атырау қаласынан адамдар болатын болса, плюс қалдырып кетіңіздер. Онда мен сіздерге ретрит туралы толық ақпарат беріп жіберейін. Тағы бір. Есік жапшы, Айсұлу. Алматының қай жеріне орналасыз? Біздің ұшарымызды, жел қонарымызды сай білет деймін ба? Бүгін біз қазір мына жақта, Аюсай жақта қандай бірдеңе деген жердеміз. Мынадай киіз үйі бар жердеміз, осы жерде жатырмыз. Ертең кешке дейін осы жерде боламыз. Сосын қаланың ішінен тоже квартира қараймыз. Ары қарай Көлсайға барамыз деп отыр. Мен де бірінші рет қатысып отырмын эфиріңізге дейді. Рахмет дейді. Рахмет сіздерге де. Ақтау. Қандай сүрелер айтуға болады? Фатиха, ықылас сүрелері. Қазақша дұға тілек айтыңыздар. Сіздер мына сүрелерді қазақша айтыңыздаршы. Болмаса өзіңіздің кәдімгідей батаңызды айтыңыз іштей. Не тілейсіз? Арнайлап өзіңізге жазып, қандай мысалы балаңызға байланысты да, өздеріңізге соны жазып алып отырып жазсаңыздар, соны оқуды, соны айтуды, түнде сол дұға тілектеріңізді айтып жатуды әдетке айналдырсаңыздар, тоже жақсы көмегін тигізеді. Так, Ақтау дейді, Аюсайда ма? Аюсайда, Аюсайда. Так, қараңыздар, ретрит таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін болады. Алматы қаласында ертең болады, таңертең 9-да басталады, кешкі 6-ға дейін болады. Одан кейін біз Астана қаласында боламыз, 27 маусым күні Астана қаласында болады, таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін. Одан кейін Ақтау қаласында 5 шілде күні болады. Одан кейін Атырау қаласында 4 шілде күні болады. Осы уақыттардың барлығын салқынбен, Аюсай салқын, тау жақта отырып қой, сосын кешке қарай салқын екен, күндіз салқын емес. Енді қараңыздар, бұл жақ ретрит қалай өтеді? Ретриттің аты аманат деп аталады. Не үшін аманат? Бұл дегеніміз, яғни сіздің тегіңізден беріліп тұрған аманат ретінде алып келіп отырмын. Себебі бұл нәрсе просто шыққан жоқ қой, ретрит ретінде шығу. Себебі маған берілген ақпараттарда Ұмай ана оянды деді, жермен байланыс, ата текпен байланысу міндетті түрде керек деді, қалаларды аралайсын деді. Мен ешқандай адамдарым жоқ, ешқандай істеген жоқпын. Бір күнде отырдым да, маған негізі мынандай нәрсе келген,
бір күн шай ішіп отырған кезде мен салдым ау деймін, мә күшті идея келіп жатыр, қамшы өруде мастер-класс өткіземіз ер адамдарға, әйел адамдарға киіз басуда мастер-класс өткіземіз деп сөйтіп шыққанмын ғой. Оказывается, сол кезде миымда құрылып жатқан екен осы бағдарламаның барлығы. Одан кейін мен бір медитацияда отқан кезде, жоқ Айдана, сен осы нәрселеріңді қосасың, текпен тазалануды қосасың, табиғатпен, жер анамен, ұмай ана оянды, осылармен жұмыс жүру керек деді. Жақсы дедім да, сол бойынша мен уже ретритті сразу құрылымын жасап бастап кеттім. Бір күнге созылады ретрит, таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін. Түске дейінгі уақытта терапиялар болады. Ата текпен тазалану жұмыстары жүреді. Мынау әр қуат көзінде, әр чакрада біздің тектен келіп тұрған теріс бағдарламалар болады. Жаңа бірінші қуат көзі дедім ғой, бірінші қуат көзі ол бізде құйымшақта орналасқан. Сіздің өсіп өнуіңізге кедергі келтіріп тұрған, жаңа бір істі бастауға қорқақтық тудырып тұрған, энергияңыздың жетпей шаршап әлсіреп жата беруіңізге, денсаулығыңыздың постоянно мазалайтынына, сүйек буыны аурулардың барлығына кедергі келтіруге, аяқта тұсау тұрған сияқты бір сезімдер болуына кедергі келтіріп тұрған, тектен беріп тұрған қандай да бір теріс бағдарламалар болса, осы ататек тазалауында осы чакралар арқылы тазалану жұмыстары жүргізіледі және тазартылады. Осы нәрселерден тазартыласыздар, құтыласыздар. Одан кейін біздің әр қуат көзімізге тектен беріліп тұрған осындай теріс бағдарламалар бар, сонымен жұмыс жүреді. Одан кейін екінші қуат көзі, егер жаңағы әулетте үйленбей жүрген адамдар болса, күйеуге шықпай жүрген қыздар болса, отырып қалған, болмаса постоянно күйеулері қайтыс болып кете беру, болмаса бір жалғыздықта қалғандай сезім болу, бала көтере алмау, осындай дүниелер болады ғой, әулеттен тектен беріп келе жатқан. Сосын сезіне алмау, сезімдерін ұмытып қалған, әйелдік энергиясы жоқ болып кеткен, еркек болып кеткен, осылармен жұмыс жүретін болады. Ол себеп тектен келіп тұрған бағдарлама болса, осы екінші қуат көзімен жұмыс жүреді. Мен бұл нәрсені айта алмаймын сіздерге. Ретрит деген міне мынандай жасайды. Ол ауқымды нәрсе да. Одан кейін үшінші қуат көзі ақшаға байланысты, қарыз кредитте жүрген, өсіп өнуге кедергі, бір нәрсе бастап кетасың, бірақ төменге түсіп кетесің. Бір нәрсе жасайын дейсің, бәрі күшті дамып өсіп жатқан сияқты өзіңді бір төменге қарай тарта бересің. Болмаса мынандай нәрселер болады. Как будто ақшам бітіп қалудан қорқу, баюдан қорқу болады, бір ұрлық түсіп кететін сияқты. Олардың барлығы неден? Теріс бағдарламалардан. Яғни біздің ата тегімізде не болды? Қуғын сүргін, ашаршылық кезіндегі бізді тонап кеткен, Сібірге айдап кеткен біздің бай ата бабаларымыз болды. Осылардың барлығы осы біздің ақша каналымызда теріс бағдарлама болып тұр. Осылармен жұмыс жасаған кезде сіздің сол жақтан мына тектілігіңізден байлық келіп тұрған энергияңыз, яғни қуғын сүргінге дейінгі энергиялар бар ғой, бүткіл байлық болып келіп тұрған, сол жалғанатын болады, яғни ортадағы барьері алынатын болады. Одан кейін жаңағы төртінші қуат көзі, жүрек көзі, жүректегі жалғыздық сезімдері болатын болса, өкпе, реніш, ыза-кек, қандай да бір қарғыс дуалар, тектен беріп тұрған именно сатқындық, суықтық, қаттылық сезімдері, бір как будто болады адамда сезім, бір ешкім өміріңде бір сөйлеспегенсің, бірақ как будто ұнатпайтын бір адамдарың болады. Не үшін ұнатпаймын түсінбейсің да. Вот мына тектен келіп тұрған бағдарламалар, сондай текте суық адамдар болған. Осы жүрек көзін ашу арқылы, сосын шығармашылықты ояту, жүрек көзін ашу арқылы болады. Себебі біздің ата тегімізде өте көп қолөнермен айналысқан адамдар өте көп болған. Ер адамдар қамшы өріп, темір соғып, жаңағы етік тіккен адамдар, ер тоқым тіккен адамдар өте көп болды ғой. Одан кейін әйел адамдар не киіз басты, кесте тікті. Біз қазір бұндай дүниелердің барлығынан біз жаңағы кері кетіп бара жатырмыз, бірақ қайтадан міне тек оянғалы, қайтадан біз дамып келе жатырмыз да. Бірақ біз әлі де керек деп жатыр, әлі де ояну керек. Яғни жүрек көзбен жұмыс жасау арқылы тектен беріп тұрған шығармашылық қабілеттер, өнерлер оянатын болады. Кәдімгідей адам мақтан тұту керек та, менің ата-бабамнан келетқан өнерді, яғни сіздің тегіңізден келе жатқан өнер жалғанбай қалды, ортада үзіліп қалды, кесіліп қалды, ұрпаққа берілмей жатыр, сол өнер келгісі келіп жатыр. Яғни жүректі сол үшін ашу керек болады. Одан кейін горловой чакра, тамақ чакрасында тектен беріліп тұрған, жаңа айтып жатқандар, өнер, әншілік, ораторлық, суырып салмалық,
ақындық, бір білмеймін, көшбасшылық, жаңағы ортада сөз сөйлеу, шешендік, осындай дүниелер ашу үшін осы нәрсемен жұмыс жүру керек болады. Себебі біздің әжелеріміз, шешелеріміз, кезіндегі ата-бабаларымыз да өздерінің таланттарын шығаратындай мүмкіндіктер оның ар жағында шығарып жатты. Одан кейін мынау ортадағы қиын заманда, қиын қыстау замандағы бүткіл нәрселер біздің бүткіл таланттарымызды жабуға әкелді де, ол текпен ұрпаққа берілді. Осындай таланттар бар, ашылмай қалған. Қазір екінің бірінде зоп бар, екінің бірінде түйін бар, екінің бірі сөзін дұрыс жеткізе алмайды, екінің бірі бір күшті ән айтқысы келеді, бірақ даусынан ұялады. Бұлардың барлығы тектен беріліп тұрған бағдарламалар. Осы нәрселермен жұмыс жүреді. Одан кейін 5-ші қуат көзі, ол бізде 6-ші қуат көзі сана, яғни дұрыс қасиетін ұстай алмай қалған адамдар, білімді жетпей қалған, тегіне берілгісі келіп тұр, бірақ беруге ортада қиындық кедергілер тұр. Осы нәрселермен жұмыстар жүреді. 7 Құдаймен байланысымыз, қарғыс дуалармен, тіл көзбен, жын шайтандармен қандай да бір контрактілер болса, солармен жұмыс жүретін болады. Текке әсерін тигізіп тұр. Яғни ата текте бір өлім көп болса, өсіп өнбеу, мына айтылып отқан бағдарламаның барлығы болатын болса, онда қарғыс дуалар бар, солармен жұмыс жүреді. Міне, ретритте осындай жұмыс жүреді. Түске дейінгі уақытта осындай жеке тазалау, топтық тазалау, ата тектен қуат алу медитациясы болады. Бұл медитация 21 күн жасалу керек болады. Оны мен мынау ретритке қатысқандарға бөлек беремін. 21 күн жасау керек болады себебім. Бұл медитация не үшін керек? Ол қорған, сіздің қорғаныңыз, яғни жаңағы энергияңызды ешкімге бермеуге, тіл көздің өтпеуіне, қуатыңыздың сарқылмауына, бір қорғанның ішінде тұрғандай сезімде болуыңызға, энергия вампирлар бар, солардан қорғауға өте мықты көмектеседі. Сіз ол медитацияны күнделікті жасау арқылы сіз кәдімгідей мықты үлкен қанаттың ішінде тұрғандай сондай сезім пайда болады сізде. Қуатты энергия келіп тұратын болады тектен. Одан кейін түске дейін осылай жасаймыз. Обед болады. Обедтен кейін бізде генетикалық кодтағы ДНК-лық кодты ояту керек болады. Яғни бізде жаңа айтып кеттім ғой, аталарымыздың барлығы қамшы өрген аталарымыз барлығы қамшы өрді. Киіз басқан аналарымыз барлығы киіз басты. Міне түстен кейін осындай практикалар жасаймыз. Қолмен жасап отырып сіздің генетикалық кодтан сол нәрселерді оятасыз. Сіздің ата тегіңіз жасаған өнермен айналысамыз. Осы арқылы, осыны жасап отыру арқылы біз үлкен бата, дұға тілекпен, біздің әулетімізге, ұрпағымызға, отбасымызға тілейтін дұға тілектермен сол жасап жатқан дүниемізді, энергиясын қуаттаймыз, зарядтаймыз. Бұл нәрсе сіздің, яғни отбасыңызға, семьяңызға бір тұмарша ретінде сондай нәрсе болады. Оны сіз уже аяқ асты етпеу керексіз. Қамшы болса қамшыңызды төрге ілулі тұру керек. Жаңа киізден жасалған кішкентай текеметіңіз болса, ол төрде ілулі тұру керек. Яғни ол сіздің қорғаныңыз ретінде. Ол жерде сіздің ата тегіңізбен жұмыс жүрді. Ата тектің қуаты бар ол жерде. Сіздің қуатыңыз бар. Ол жерде Құдайдың қуаты бар, осындай бір үлкен жұмыс жүреді. Үлкен вибрациялы жұмыс ол. Сол нәрсені жасап болғаннан кешкілік уже бізде примерно 4-5 болады. 5-терде 4-5 болады. Ол кезде уже біз маг-терапия жасаймыз. Именно родтан берілген осындай ақпараттармен жұмыс жасаймыз. Сіз именно ішіңізде нені жасау керексіз, қандай бағытқа, яғни суреттер арқылы сіз өз жауаптарыңызды табасыздар сұрақтарыңыздың. Сөйтіп қорытындылаймыз. Содан кейін соңында тектен беріліп тұрған послание бар. Яғни алып келдім, барлығын орап, хаттар ғой. Бұл хаттар да просто келген жоқ. Соңында, яғни кімге қандай хат түседі, сол нәрсе именно керек адамға түседі. Яғни сіздің ата-бабаңыздан берілген послание. Ананы оққан кезде жүректі қозғайды, эмоция ойнайды. Сіз түсінесіз, осознанный түрде кәдімгідей бағыт-бағдар алып кетесіз. Осындай бір күндік толыққанды тазару процесі жүреді. Бұл жерде бір күн өткенмен де 40 күн бойыңызда трансформация болады. Бұл өткеннен кейін. Мынандай осындай үлкен жұмыс жүреді. Бағасы 80 мың теңге пока бастапқыда біз қойып жатырмыз. Одан кейінгі 100 мың теңге болады бағасы. Бұл нәрсе баға былайша айтқан кезде су тегін. Себебі менің жеке терапиямның өзі 50 мың теңге тұрады 1 сағат. Оның өзінен қаншама адамдар нәтиже көріп жатыр. Ал бұл жерде ретритте барынша адамдарға пайдалы болсын деген ниетпен осындай бағамен өткізіп жатырмыз. Міне сол ретриттің бағдарламасы осы. Мен мынаны бір сөзбен айта алатын дүние емес та, бүйтіп өтесің, келесің, кетесің дейтін дүние емес. Сондықтан сіздерге ашып айтып жатырмын. Так, біраз толтырып тастапсыздар ғой. Мен шыға алмай жүрмін күйеуге дейді. Келіңіз, жұмыс жасаңыз, не үшін себебін іздендіңіз ба?
Ақтөбеде болып кетті кеше біз. Енді екінші ретреттің әлі бағдарламасын шығарған жоқпыз. Енді мына бірінші потоктардың барлығын аяқтаймыз, содан кейін сұранысқа байланысты болады. Атам айтты, шығасын деді, әзір емес дейді, бірақ енді асықпаңыз. Атаңыз айтса. Мен сол чакраларыма қолымды қойып, шын ниетпен сүрелер оқып бастаған, кекіріп құса жаздап, көзімнен жас шығып, мұрнымнан су ағып, басқаға жазсам да солай, сонда менде бірдеңе бар болғаны ма дейді. Бар. Өзімнің жақсы көретін адамым бар еді, сөз айтпайды, қасымда жүр, соны көрсетті, ер адам араға түсіп тұр. Мені жамандап, түсімде солай дейді, жақсы бұйырғаны болар дедім, соның тумасы жақсы бұйырғаны болар дейді. Түсімде список көрдім, маған тон еркектің бердіңіз дейді. Бақтықүл ғаны түсінбедім. Мен бә сізге берген? Құдай қаласа, ретритке қатысқаннан кейін күйеуге шығып кетейін тұрсыз ғой онда, Құдай қаласа. Тон, білесіздер ма, тон киген, ол өте бай ер адам. Бай қуатты ер адам, лауазымы жоғары адамды білдіреді, тон кисеңіз. Маған қимай тұрма, мені лайықты көрмейтін сияқты бір жеті бұрын көрсетіп маған түсімен. Адан ханым 4-5 күн болды, денем күнімен түнімен қызып ысып тұрады, ол неден болуы мүмкін? Энергия бар, шығару керек, адамдарға беру керек энергия бар. Бақтықүл ханым, сіз ретритке жазылдыңыз ғой да, Астана қаласына. Демек, значит, сол арқылы сіздің жолыңыз ашылайын деп тұр, Құдай қаласа. Просто емес, ол нақты түс сіздің, егер тұрмыс құрмасаңыз, тұрмысқа шығатындығыңызда. Жоқ, 4 бала бар, күйеу бар. Онда қараңыз, күйеуіңіз бар болатын болса, күйеуіңіз бай қуатты болады. Күйеуіңіздің жолын ашуға тоже көмек бересіз. Потому что ол тон деген ол бай күйеу дегенді білдіреді. Айша. Ретрит бойынша қатсам, жазылам дейтін болсаңыздар, төменге WhatsApp көрсетіп қойдым, маған сразу эфир кірген бойынан шығып жатыр екен, сол үшін WhatsApp айтасыз ба деп неге дайректке сосын жазып қойдым, төменге сол арқылы кіріп өтсеңіздер болады. Жеке терапия болса, ретритке болса, сол. Мына жерде қазір сіздермен тоже жұмыс жүріп жатыр да, мына жерде қанша адам отыр, сонша адаммен да жұмыс жүріп жатыр. Просто қойған жоқ, еще шаңырақтың да төбесінде отырмын ғой мен. Табиғатпен, барлығымен. Маған әппақ орамалды жоғарда тұр екен дейді бір әйел. Назгүлге алып берші деп оянып кетті, нені білдіреді дейді. Сіздің сол күйеуге тұрмысқа шығуыңызға бір нәрсе бар ортада кедергі, соны алып тастау керек сізге сол кезде болады деп тұрмын. Ақтауға 5 июль күні. Ақтауға келгенде жеке қабылдауға қабылдайсыз ба? Қабылдаймын, жекеге де жазылып отқандар бар. Ретриттің бағасы 80 000 теңге жеңілдікпен. Ана жерде сарқырама бар, таңертең тұрып алып, медитациямды жасап, сарқыраманың қасында. Айше супер күшті. Астанаға келесіз ба? Астанаға, Астанаға міне 27 күні болады. Келесі воскресенье ғой. Жазылып жатыр адамдар. Астанадан көп қатысушылар, келіңіз, мархабат.
сосын ана айтады, сұрайды да, сіз ол жақ қайда өткізесіз, адрес бересіз ба? Білесіздер ме, біз адресті білмейміз. Мен бүйтіп қарай салып, мына жерге барамыз дей салуыма болады? Жоқ, мен өзім барып келіп таңдау керекпін. Ол энергетикасын қалай тартылады, оның бәрін мен айтып жеткізе алмаймын, но мен сезем да ол нәрсені осы жерде өткізу керек деген дүниені. Вот сондай нәрсемен келемін. Мына жерге де солай келдік. Сөйтіп мына жерде өте көп киіз үймен бар, не жақта да жаңа шу болып жатқан мынау да. Именно осы жерге әкеп тұр ғой. Бұл жерде арақ ішуге болмайды, темекі тартуға болмайды. Сондай ашылғалы бері сондай жұмыс жүріп тұр екен да. Поэтому осы жерге тартып әкелді. Ретрит деген бір күн болады, таңертең 9-дан кешкі 6-ға дейін. Ақтаулықтар көп сосын тоже. Аюсайда біз білмейтін аталар жатыр дейді. Аюсайға бекер әкелмей тұр, көрдіңіз бе? Мен білмеймін аталардың жатқанын. Осы жақ Аюсай деді, Аюсайға келдім, сосын осы жақтан қарадым, қай жерге бару керек. И вообще энергетикасы осы жерге тартып алып келді, осы жерге келдім. Сосын адамдарға жібердім, мені осы жерге келесіздер деп, просто местоположение жібердім. Мен даже білмеймін атын қандай жерге келгенді. Келсек осындай киіз үйлер бар екен, бұл жерде сарқырама ағып жатыр. Еще мынандай нәрсені көрсетті да маған. Түркістанда жатқан кезде, ертең барған кезде сен осылай жасайсың. Яғни тұзбен тазалануды көрсетті. Именно сарқырамасы бар жер керек деді маған Алматыға барған кезде. Сол арқылы мынау физикалық тәнді тазалау, яғни терапия өткеннен кейін сол тазалану жұмысын жасау керек деді. Кәдімгі қалай жасау керек бәрін көрсетті да. Соған бүгін ертең ретритке қатысатындарға сол техниканы қосамын. Кәдімгідей таңертеңгілік оянып кетесің, санаң тап-таза болып жатады ғой. Сол кезде уже ақпараттар құйылып жатады ғой. Не істеу керек? Бір мен там мойым, я ұйықтап жатқан түс көремін, бірыңғай оянған бойдан ақпараттар келіп жатады. Вообще бос емес. Менің жұмысым сол болып тұр енді духовный жақпен. Үйім бітпей жатыр, соған көшіп кеткім келеді деп ұйықтағанмын. Түсімде ер адам кілт тастап кеткен, соны алуға келдім деп тұр. Іздеп жүрмін, сағат таптым, кейін кілтті беріп жүрмін дейді. Сіз қандай да бір жұмысқа іздеп жүрмін, сағат таптым, кейін кілтті беріп жүрмін. Сізге бар ғой, бір жұмысыңыз бар ғой. Жұмысыңыз бар, соны қолға алу керек дейді. Үй керек болса, соны қолға ал дейді. Жұмысыңыз бір істеп жүрген ісіңіз бар, қойып кеткен. Соны қолға ал дейді. Сарқырама жақта жатыр дейді. Вот, сол сарқыраманың қасындамыз біз. Значит, сол тартып алып келген. Аюсай дегенде кезде аталар сол жерге шақырған екен ғой деп дейді. Просто емес болып тұр ғой. Осылай, мен адамдардың сөзі арқылы осындай нақты сөз естеймін да. Ол Әсіл ханым, сіз айтып отқанмен көрдіңіз бе, ол бүткіл не үшін келгенін барлығын уже ақпараттар беріліп отыр. Ақтау қаласында теңіз жағасында орналасқан базаларда өте жақсы болады дейді. Ләззат ханым, Ақтау қаласында базалар болғанда ол жерде арақ ішілмеген болу керек, темекі тартылмаған, андай жын шайтаны ойнақшымаған болу керек та. Вот сол себепті барып мен қарауым керекпін. Теңіздің жағасында өтеді, бірақ именно қай жерде өтеді, соның бәрін барып кәдімгідей энергетикасын сезініп қарау керекпін. Әйтпесе Алматыдан да тоже мына жерге өткізсеңіз болады, мынандай деген адамдар өте көп болды. Өте көп локациялар айтқан адамдар болды. Бірақ мен өзім көзіммен бару керекпін, аяғым сол жерді сезініп басу керек, ауасын жұту керекпін. Вот сол жерді маған уже белгі береді да, осы жерді өткіз деген. Айдана хана, менің жұмыс жағынан қиындықтар болып тұр. Қандай кеңес бересіз? Жұмысыңызды ауыстырыңыз. Жұмыс сізге екінші келесі кезеңге өту керек болады. Не ойлап жүрдіңіз? Қандай ісіңіз бар еді? Бастайым деп жүрген болды. Уақыт келді дейді. Соған кірісіңіз деп жатыр. Самса жасайтын жерде істейтін едім. Қыздармен келіспей шығып кеттім дейді. Значит, шошып кеттім ғой. Шығу керек, значит, басқа жұмыс күтіп тұр ғой сізді.
басқасын біз білмейді екенбіз. Жанат Бақыттың сторисінен көріп қалып сізге тіркеліп едім, қуанып отырмын. Эфиріңізге кіріп дейді, рахмет. Түсімде тамыз айында қасиет қабылдадың, бетіңді киіміңді дұрыста дейді, соны түсінбей жүрмін. Значит, тамыз айында қабылдайсыз. Дайындалыңыз, қасиет бар ғой бойда. Жаңағы шықпай жатқан энергияларыңызды шығаратын уақыт келеді. Құрғасын бар ма жоқ па? Не ол, шай ма? Суып кеттім екен. Қой, жоқ, ыссы. Нормальный ма? Ішіндегі шоғы әлі. Қош. Не болып тұр ғой? Әкел бер 2 шоқтан. Оттай жанып шоқпай барып. На, нені? Айдын туғы керек еді. Тоқ кетті мұны, қалай қойын. Тоқ кетті дейін. Менен бәрі суықты оны үшін. Бүгін қазір мен мына жерде аластап, түтетіп, сөйтіп барып ұйықтаймыз бұйырса. Жиырма 25-ші жылы көргем түсті қыркүйек айында. Демек жұмыс жүріп жатыр онда. Просто так духовный жақта ізденіп жүрген жоқсыз ғой. Просто қарап жүрген жоқсыз. Жанат Бақытты просто қарап жүрген жоқсыз. Одан маған өтіп кетіп просто так болып жатқан жоқ. Просто так ата тексіге интересно болып жатқан жоқ. Оның барлығы сол, значит, жолға келу керектің жаңағы нелер ғой, этаптар ғой. Бүйтіп сіз жолға шыққан адамсыз. Конечно, өзім де кіріп жүрейін. Стрель дегенді қазір көрсетейін. На жалпы біз қазір киіз үйде отырмыз ғой. Киіз үйде энергетика басқаша. Мына қазақтың именно бұрыш болмайтыны өте кәдімгідей сауаттылықпен, білімділікпен, нақты бір жүйемен жасалған дүниеде. Бұрышы болмайтын дүниеде жын шайтандар отырмайды. Бізде айтады ғой, жаңа бұрышқа мектеп кезінде тұрғызып қояды, аяғымыз не үшін? Бұрыштың өткен энергетикасы өте ауыр болады. Мына жерде киіз үйдің ішінде айқайласып, қандай да бір ұрыс болатын болса, жер тартып кетеді екен да, болмаса мына шаңырақ арқылы шығады екен. Ал бұрыштар бар үйлер, қазір біз көп тұрамыз онда үйлерде, ол жерлерде бұрыштарда сақталады да, и сол сенің энергияңмен постоянно ұрыстыруға, постоянно жаңа жата беруге, постоянно бір дұрыс емес состояние болуыңа, ана жердегі бұрышта жиналған энергетикалар саған кәдімгідей бүйтіп сорып тұра береді екен. Вот мына киіз үйде шаршамайтының сол жерден қуат келіп тұрады, жер арқылы, жер ғой. И төбе ашық тұрған кезде сен мына Құдаймен байланысың болып тұрады. Сол кезде мына екі жақта осындай энергия жүріп тұрады. Сол кезде адам салмақты болады, санасы ашық болады, ақпараттар жақсы келеді. Сондай үлкен бір біздің мына ата тегіміздің даналығы ғой, бұл жерде жатқанда сол нәрсе болады. Мына киіз үй столдардың өздері дөңгелек болғандығы содан. Қайырлы кеш, Нұрзия ханым. Ақтауға келгенде Айрақты тауындағы лабиринтке барасыз ба дейді. Баруға болады. Жол түссе мен дәл қазір ешін айта алмаймын да. Бару керек нәрсеге барады. Апарады. Жол түсіп кетеді өзі. Мен бір нәрсенің қазір жоспарлауға не істеп қойғанмын ғой, жоспарламаймын мен. Бүгінгі күнім ба, міне бүгінгі күніммен осылай өмір сүрем. Міне осындай нәрсе жасау керек дейме, болды, соған шагым жасай берем, болды. Ертең мысалға біз осыны өткізіп болғаннан кейін 20-шы күні Көлсайға барғымыз келіп отыр. 22-сі күні Көлсайға барамыз деп жоспарлаудамыз, бұйырса. Ол жақта да энергетика басқаша. Көлсай, Қайыңды, одан кейін шыққаннан кейін 20-шы күні адам қабылдаймын жеке Алматыда. Мен Алматыдамын. Ақтаудың энергетикасы ол басқаша. Мен Ақтауға барсам вообще өз-өзімді танымаймын. Мүлдем энергетика басқаша жүреді. Мен қазір мысалы сезініп, көріп, тек терапияларды көретін болсам, ол жақта уже кәдімгідей көрінеді. Мынау адамдар жазылса бітті, топырлап аталарымен бірге келеді.
потому что менде мына айтпақшы, кстати, менде ретритте мына не бар ғой, Шопан атаның таяғы бар ғой, сонымен ұшықтау болады. Ол жақта именно Шопан атаның таяғына алып келетін сияқты адамдарды ше, кәдімгідей келеді ғой адам жазылуға, құлағын бетіп қалып топырлап артында аталар келеді ғой, осылай келеді ғой ол жаққа жазылған кезде. Магазин бар ма? Папа, Магазин жоқ бияқта, магазинге бар. Ана неге отырып жүрсіңдер? Сендер мына шалбарыңды артын қап-қара қылыпсың ғой. Кәне. Ой, бір қасқа бұл. Неге білесің? Біздегі аяқта ойнап. Аяқпен шығады ғой үсті, көтен басып отырғандарын де. Жоқ, короче, екі адам аяқта тұрды. Олар бүйтіп қатты, бүйтіп кашетті. Сосын ана құлаған, если кім құлақ қояды, сол ұтылады деген сөз. Сондай ой ойнағанымыз ғой. Давай, болды. Папа, Айдан ханым ата тек тазарту сабағына қатысып едім, ал штук тазарудан кейінгі тұз бен свеча бір себептермен көмілмей қалып еді, әлі тұр не істесем болады. Бәрін бірге емес, бөлек-бөлек көмесіз ғой. неге? Не істейсің? Бері тұршы. Көміңіз оны неге ұстап отырсыз? Көму керексіз жерге бірден. Жақсы, барлық сұрақтар, қандай да бір сұрақтарыңыз болса, жазылам, терапия, жеке, ретрит болса, WhatsApp-қа шығыңыздар, нәжеге менің зарядкам өлейін деп жатыр екен. Осы сіздерге осы жердің энергетикасымен эфирге шыққым келді. Бұл эфирде отырып та сіздерде тазалау жұмыстары жүрді. Түстеріңізге мән беріңіздер. Өздеріңізбен жұмыс жасаңыздар, іштеріңізге, түйсіктеріңізді тыңдаңыздар. Барлықтарыңызға кеш болсын, қайырлы түн болсын.